Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен бірге қайнатуды қажет етпейтін ерекше дәмді құлпынай тосабын бірге жасаймыз. Сіздермен бірге мен Әлсен Гауһар. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Және жасалу жолы өте оңай. Парақшама тіркелуді қазақ тіліндегі YouTube каналымды қолдауды ұмытпаңыздар. Бізге алдын ала жуылған, тазартылған құлпынайды алып, екі бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін блендерден өткіземіз, бір бөлігін дәл осы күйінде қалдыратын боламыз. Енді құлпынайды алып, блендерге салып, осыны араластыратын боламыз. Үстіне қант саламыз. Қанша килограмм құлпынай болса, сонша килограмм қант қосамыз. Мінекей, дәл осылай айналдырып аласыздар. Қатты тәтті болғанын қаламасаңыздар, онда қантын азырақ қоссаңыздар болады. Енді өз еркілеріңізде. Менің құлпынайым қатты тәтті болмағандықтан бірге бір қант қолдандым. Одан соң блендерді үстінен осылай құятын боламыз. Тағы да мінекей қостым. Енді осыны жақсылап тұрып араластырамыз. Оның үстіне бір ас қасық лимон соғынан, яғни құлпынайдың түсі әдемі сақталу үшін және құрамы да жақсы сақталып тұру үшін осылай қосып араластырып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Қайнатып әуре болмайсыздар. Дәл осы күйінде алып ыдысымызға құятын боламыз. Мінекей, мен осындай пластмасс түріндегі ыдысқа құйдым. Бетін жауып тоңазытқышта сақтайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған қарағандылық фудблогер Әлсен Гауһар. Келесі кездескенше аман-есен болайық. Тағы да айта өтейін, міндетті түрде парақшама тіркелуді, лүпіл басуды, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер құлпынайды қалай жабасыздар, бөлісе отырыңыздар.